істер министрінің нұсқауына сәйкес 1 мен 9 қыркүйек аралығында республика көлемінде және Түркістан облысында абайлаңыз балалар профилактика іс-шарасы жүргізілді. Біріншіден біз Түркістан облысында 919 мектеп бар. Барлық мектепте қызметкерлер біздің 2 қызметкерден бөлініп, осы жол ережесін сақтау мақсатында, қоғамдық тәртіп сақтау мақсатында профилактика жұмыстары жүргізілді. Қазіргі кезде біздің жас сарбаздарымыз осы жолаушылармен бірге, біздің қызметкерлермен бірге жол ережесін бұзу мақсатында бәрі оқушыларға және де жүргізушілер жандарына таратылды. Қазіргі кезде осы барлық мектепте, 919 мектеп болса, барлық мектепте алғашқы бірінші сыныптың балдарына жол ережесін сақтау мақсатында дәрістер, сабақтар өткізіп, қазіргі кезде жұмыстар жүргізіліп отыр. Бұл кәмелет жасы толмаған балдарымыз жол көлік алу мақсатында профилактика жұмыстар жүргізілді. Қауіппенен ойнама, күтемін деп ойлама, шыққанда көшеге еріп әке